أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعات Allah bağışlamızdan razı olsun. Әрбір басқан қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Рахмет көп-көп. Алла үшін, пайғамбар үшін келіп жатсыздар. Мына молданың, мына ұстаздың қас-қабағы әдемі, түрі әдемі деп келіп жатқан жоқсыздар. Алла үшін келіп жатсыздар. Пайғамбар үшін келіп жатсыздар. Жамағатпен намазға келіп жатсыздар. Пайғамбарымыз айтады: "Салатул жамаати тафдулу салатал фарди би 27 даражатан." Жамағатпен қылынған намаз, жамағатсыз қылынған намаздан 27 есе, басқа бір риwayatта 25 есе дәрежесі көп болады, сауабы мол болады. Бұл жерде неге 25, неге 27? Имамға да байланысты екен. Имам тақуалы болса, Алладан көбірек қорқатын бір адам болса, 27 дәрежеге дейін көтеріледі, сауабы көбейеді. Бұл жамағаттың сауабы көп. Сіз жамағат болып намаз оқысаңыз, имам қателессе де, имам намазы дұрыс болмай қалса да, Алла сақтасын, сіздікі дұрыс болады бәрібірде. Келдік, өткен соңғы дәрісімізді айтқан едік, келесі сабағымызда қызыл киім туралы айтатын боламыз. Ер адамға қызыл түсті киім киюге бола ма, болмайды ма? Сұрақ. Бола ма, болмайды ма? Болады деді ағамыз, Алла разы olsun. Алла разы olsun. Баро бин Азиб радияллаху анхудан жеткен хадисте, Баро радияллаху анху, Алла барша сахабалардан разы болсын, былай деп айтқан еді хадисінде: "Алейхи хуллатун хамра", оның үстінде, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям үстінде қызыл киім болды. Мен соны көрген едім. Ғалым ғұламалар осы хадиске байланысты әртүрлі көзқарастар айтады. Білесіздер ме? 3 түрлі пәтуа айтқан осы қызыл киім туралы. Бірінші ғалым ғұламалар қызыл киім кию жайыз деп рұқсат еткен. Болады, кисін, рұқсат. Бұл хадисте келгендей, пайғамбар киді. Бірақ, сплошной қып-қызыл емес. Бұл жердегі мағына дейді, пайғамбар үстінде қызыл шапаны киімі болды, бірақ, мысалы, аппақ түсті киім болса, қызыл сызықтары болды дейді. Немесе қап-қара түсті киім болса, қызыл сызықтары болды. Сондай киімді киюге болады дейді. Сплошной болмайды. Қып-қызыл, сап-сары, роп-розовый әйелдерге хас, әйелдерге арналған. Мына жерге бір кісі қып-қызыл, сап-сары бір нәрсе киіп келсе, оған 2 сағат кітап ашып дәлелдеп керек емес. Любой қазекең, қазақ ағамыз, ініміз, бауырымыз қарайды да: "Ей, мұны не киіп алғансың үстіңе?" дейді. "Жараспайды саған, ну не нәрсе?" дейді. Көрдіңіз бе? Оған дәлел айтып керек емес. Ол көзге де жағымсыз. Әйелдерге үйлесе береді, еркекке үйлеспейді. Бірақ ғалым ғұламаларымыздың бір бөлігі, бірінші сыныбы не деп айтады? Рұқсат дейді. Бірақ 100-50 болсын дейді. Яғни 50-50 болсын дейді. Ақ түс пен қызыл аралас, немесе аз болсын дейді, қызыл. Немесе бірдей болсын, көп болмасын дейді. Рұқсат бұл жерден алады. Ал екінші ғалым ғұламалар былай дейді: жайыз емес дейді, рұқсат емес дейді. Рұқсат емес. Яғни қызыл немесе сап-сары түстегі киімдерді еркектердің киюі мәкрух деп айтқан ғалым ғұламалар. Негізі фихта, дінімізде мәкрух деп пәтуа берілсе, ол қандай мәкрух айтылып жатыр? Мәкрух өзі 2-ге бөлінеді. Тахриман, харамға жақын мәкрух. Және тәнзихан, харамға жақын емес мәкрух болып 2-ге бөлінеді. Кітапта, сұхбаттарда айтылып жатады, мәкрух деп айтылса,
харамға жақын болған мәкрух айтылған болып есептеледі. Ал харамға жақын емес мәкрух айтылса, онда мәкрух танзихан деп жарып айтады, бөліп. Мәкрух танзихан деп бөліп айтады. Бірақ общий мәкрух деп жатса, демек харамға жақын айтып жатыр. Енді бұл жерде ғалым ғұламалар не дейді? Қып-қызыл кию, еркекке сап-сары кию мәкрух деген. Қандай мәкрух екен? Харамға жақын мәкрух. Енді бір дәлел керек қой. Я ұстаз, я имам, дәлелді қайдан аласың? Қайда дәлел? Десе, Абдулла бин Амр радиаллаху анху бір күні үстіне қып-қызыл түсті киім киіп көшеге шығады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды кездестіреді. Пайғамбарымыз ол кісіге Абдулла бин Амр радиаллаху анхуға былай дейді: "Ма хадихи?" Я Абдулла, бұл үстіндегі не деп сұрайды пайғамбарымыз. Сол кезде Абдулла бин Амр радиаллаху анху былай дейді: "Фа'арафту ма кариха." Мен түсіндім дейді. Менің осындай қып-қызыл түсті киім кигенімді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көріп, ұнатпай қалғанын түсіндім мен дейді. Сосын тезірек үйге жетіп алып, үйдегі тандырға, пешке жаңағыны шешіп өртеп жүрдім дейді. Келесі күні Абдулла радиаллаху анху тоже көшеде пайғамбарымызды көреді, бірақ басқа киім киіп шығады, басқа түстегі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдулла радиаллаху анхуды көріп былай дейді: "Я Абдулла," дейді, "сен кешегі киімді не қылдың?" дейді. "Не істедің?" Сонда айттым дейді: "Мен оны алдым, мен түсіндім, сіз ұнатпай қалғаныңызды білдім, үйге жүгіріп бардым да оны өртеп жүрдім" деп айтқан кезде пайғамбарымыз айтты дейді маған дейді: "Ла бәса бидалика линниса." Я Абдулла, бұл түстегі киімдер әйелдер үшін проблема жоқ, олар кие берсін. Яғни иесіне бермедің ба? Өртеме, сол матаны бере сал, олар қиып бір нәрсе алып өздеріне киім қылып алсын. Әйелдер үшін проблема жоқ. Ал бұдан қандай мағынаны түсінеміз? Еркектер үшін проблема бар деген сөз ғой, киме қойсын. Сол үшін осындай риуаяттарды дәлел қылады екінші групптағы ғалым ғұламаларымыз, болмайды деген ғалым ғұламаларымыз. Немесе тағы басқа бір хадисте тоже Абдулла бин Амр радиаллаху анхуға айтады, ол кезде сап-сары киініп алады екен үстіне. "Хадихи мин сиябил куффар, мин либасил куффар." Бұл сары түстегі киім кәпірлердің киімдерінен. "Вала талбасха." Я Абдулла, бұны киме қой деп айтқан риуаятта бар. Демек, сол заманда пайғамбарымыздың уақытында дұшпандар, кәпірлер, Аллаға қарсы болған адамдардың киімдері сап-сары түсте киімдер болған екен. Сол үшін ғалым ғұламаларымыздың көбі сары түске қарсы. Негізінде ер адам сап-сары болып киініп алуына қарсы. Неге? Ана кәпірлерге, жаңағы мушриктерге, жамандарға ұқсап қалмаңыздар дейді. Ал қызылға келетін болсақ, әртүрлі риуаяттар бар. Ал үшіншісі, енді имам Азам Абу Ханифа мазхабындағы ғалым ғұламаларымыздың берген пәтуасы мәкрух деген. Кимеген абзал. Киме қой. Бірақ басқа киімің жоқ. Мешітке не? Тыржалаңаш келейін ба? Жоқ. Киіп келе бер, проблем жоқ. Қып-қызыл болса да, сап-сары болса да, екеуі араласқан болса да. Жай намазың сап-сары, үстің қып-қызыл болса да, оқи бер. Әуретше жауық бол керек. Бірақ ана гардеробта, ана шкафты ашқан кезде Адидасың бір бөлек, Найкың бір бөлек күшті болып жиналып тұрса, оларды кимей именно қызылға жабысып, мысалы, мешітке келіп қып-қызыл сап-сары болып отырғаннан көрі, ол мәкрух болады. Абзалы ақ түс. Пайғамбар айтты, киімдердің ішіндегі ең әдемі киім ақ түсті киім. Сосын жасыл. Себебі жұмақ жасыл жер. Ол жердегі адамдардың киінетін киімі жасыл болады. Пайғамбарымыздың күмбезі жасыл. Пайғамбарымыз ең жақсы көрген түстердің біріншісі ақ, екіншісі жасыл түс. Қара, қызыл, сары дегендер көп не қыла бермеген. Бірақ пайғамбар киген ба? Киген. Себебі қараңыз, Алла сақтасын, мысалы осы заманда, осы ғасырда бір кәпірлер, Аллаға қарсы келген адамдар бір киім үлгісін дайындаса, және соған бір түсті арнайы қойса, ол мысалы көк түс болса да, немесе қара түс болса да, әдейі сол түс, әдейі сол киіммен сол кәпірлер бір-бірлерін танитын болса,
қарап, ойбай, біздің брат екен ғой деп, біздің киімнен киініп алыпты, біздің түстен жасап алыпты киімін деп бір-бірін танитын болса, мұсылман адамға сондай киімді, сондай түсті киінуге болмайды. Неге? Соларға ұқсап қалмауымыз үшін. Себебі пайғамбарымыз айтады: "Мән ташаббаха биқаумин фахуа минхум." Кім қандай қауымға ұқсаса, солармен бірге болады, солармен бірге тіріледі. Біз мына не үшін киіп жүрік? Мына не үшін қойып жүрік? Мына не үшін киіп жүрік? Күн жанып тұрған кезде мынаны кию оңай деп ойлайсыз ба мысалы? Тесігі жоқ. 40 градус шілдеде тер былай ағып жатады мысалы. Не үшін киеміз? Пайғамбарға ұқсау үшін. Алла Құранда былай дейді. Астаиду билла бисмилlah. Худ алейхиссалам сүресінде 113 аят. Астаиду билла бисмилlah. Ва ла таркану илаллазина заламу. Залымдық қылатын, зұлымдық қылатын жамандарға, кәпірлерге, имансыздарға, залымдарға ұқсамаңдар дейді. Ей мұсылмандар, біздерге Алла айтып жатыр. Ашыңдар көздеріңді, оларға ұқсап қалмаңдар. Олар бір нәрсе жасайтын болса, бір нәрсе қылатын болса, бір прическа қоятын болса, бір киімдер киінетін болса, жастар жүр ғой, кімге ұқсаған келеді? Майкл Джексонға дейді. Анаған ұқсаң біледі, мына футболистке ұқсаң біледі. Бір 10 сахаба, жақсы 10 емес, 5 сахабаның атын айтып берші. Мен саған ақша беремін десең айта алмайды. Деп қояды. Бірақ 10 футболист айтып бер десең, фамилиясы мен ата тегін айтып береді. Жастар қайда кетіп бара жатыр? Ертең кім жауап береді сол үшін? Әкесі, шешесі, үйіндегі ағасы. Біліп тұрып айтпағандар. Яума яфиррул мар'у мин ахиhi ва уммиhi ва абиhi. Қиямет күні баласы әкесіне жүгіреді. Әке, неге үйретпедің? Жүрдім мен жынды болып, анаған ұқсап, шашымды былай қиып, мынаған ұқсап, киімді былай киіп, жыртық қалып. Неге айтпадың, сен білдің ғой? Әкесі қашады екен, сен мен балам емессің деп. Қызы анасына келеді: "Ей, ана, мен жасым үлкейді, балиғат жасына келдім, одан астым, шашым жалбырап далада жүрдім." Неге айтпадың орануды? Алла Құранда айтып жатыр, әйелдер үшін, қыздар үшін, балиғат жасына толғандарға: "Вальяддрибна бихумурихинна." Әйелдер, қыздар бастарын жапсын, орамалдарын тақсын, бетін бәрін жапсын деп жатқан жоқ. Көрдіңіз бе? Қазір қателеседі. Бетін бәрін жауып болып отыр TikTok-тың алдында. Сен тақуа әйел болатын болсаң, үйден шықпайтын қыз қазір телефоннан шықпайды, TikTok-та отыр мысалы. Бетін жауып алып, ахаха, охаха, қанша бойдақ еркектерді жинап. Бұл қате, үлкен қате бұл. Сен одан да бетіңді ашып тастап отырғаның дұрыс еді, ананы ұятқа қалдырмай. Ол бет жабу парыз емес. Әйел адамның жүзі, әйел адамның қолы білегіне дейін, аяғы тобығына дейін әурет емес. Құранда бастарын жапсын дейді, шаштарын яғни. Сол қыз анасына жүгіреді: "Неге айтпадың сен?" Қашат бәрі. Аяттың жалғасында: "Егер де ей мұсылмандар кәпірлерге ұқсайтын болсаңдар, фатамассакумун нар", сендерге тозақ кездеседі. Оларды өртейтін, оларды азап қылатын тозақтың оты сендерге де кездеседі. Сақ болыңдар. Алла ескертіп жатыр. Кімдерді? Біздерді. Қатты қорқытып жүрген жоқпын ба жамағат? Настроениең түсіп кеткен жоқ. Күлдіртіп отырайын ба кішкене? Құлил хаққа лау кану мурра дейді пайғамбарымыз. Ащы болса да шындықты сөйлеп қой дейді. Кейде осы шындықты сөйлеп, барлығы шындық. Бірақ көп шындық көп жерде айтыла бермейді екен. Сол үшін ащы болса да, орамал туралы айтылып жатыр. Айтылу керек бұл. Біз сөйлемей, мына микрофон алдында отырған адам сөйлемейтін болса, кім сөйлейді? Біз айтпасақ, біз ескертпесек. Ертең бізден сұралады ғой. Біз сияқтылардан сұралады қиямет күні. Сен білдің, неге айтпадың? Сол үшін ғалым оламалар қақсалап кеткен. Фаалимун би'илмихи лам я'малан му'аззабун мин qabli ubadil watan wa kullu man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Мағынасы: фаалимун би'илмихи лам я'малан. Ғалым кісі, ілімді ғұлама адам білгенімен амал жасамаса дейді. Бәрін біледі, бірақ амал жасамайды. Намаз оқу деп айтады, өзінде дім жоқ. Или біліп тұрып айтпайды. Көріп тұр,
ой құрсын тиіспей қойшы, бәкең сәкең іше берсін, жей берсін, біз тыныш өмір сүрейік, маған тиіспеген жылан 1000 жыл өмір сүрсін деп айтыпты ол біреу. Иә, тиіспей қойын десе, не істейді? Алла Тағала қиямет күні соны, жаңағы ғалымды, жаңағы білгенді, min ubadil васан деген пұт бар екен, мүсін. Көп адамдарды адастырған мүсін. Сол тозаққа кіреді дейді қиямет күні. Сол васан пұтынан бұрын жаңағы ғалымды кіргізен дейді тозаққа. Біліп тұрып айтпаған үшін. Wa kullu man bighayri ilmin ya'malu. Енді кімде кім, ой, ілімсіз амал қыла берсе, молда сөйлей береді, мен өзім білем, өзім оқиын, екі әріптің басын қоса алмайды, шариғаттың шысын білмейді, арабшаның асын білмейді, өзім оқи берем, өзім деп жүре берсе, ілімсіз. Оның намазы, оқыған, ұстаған, оразасы өзім ұстасыз болған үшін қабыл қылынбайды. Ақыр заманның күні қияметте бетіне лақтырылады дейді. Білмейді. Әжетханаға қалай кіріп шығуды білмейді. Аяқта тұрып шап тұрады жаңағы үзірсіз. Үстіне шашылады, ол жаңағы киімін білдіреді. Одан білмейді намазда 12 парыз болса сырттағы 6 парыз жаңағы шартында киім таза болу керек. Ол оны оққан жоқ, өзім білем деді. Дәреті дұрыс емес болғасын намазы бұрыс болады, дұрыс болмайды. Ақыр заман күні ол намаз үшін бетіне лақтырылады, мәдеп. Алла намазға мұқтаж емес. Бәрсейсалар 500 жыл ғибадат қылған адамдар. Бәл'ам бин Бауралар нағыз әулие адамдар еді олар. Сыртқа шықса періштелер қанаттарын жаяды. Бәл'ам бин Баура деген кісіні танисыздар ма? Имам Ғазали рахметулла алейх айтады, Бәл'ам бин Баура сыртқа шығып бет аспанға қарағанда аршыны көретін кісі екен. Аршы деген не? Білесіздер, 7 қат аспан бар. Бірінші қат аспан, екінші қат аспанның қасында қандай кіші болып қалады? Айтайын ба? Хадисте Сина деген шөл дала бар. Сол шөл далаға мынандай сақинаны лақтырсаң, қалай кіші болып қалады? Сақина шөл далада. Бірінші қат аспан, екінші қат аспанның қасында сондай дейді. Екінші қат аспан 3-тің қасында сондай. 3-4-тің қасында, 4-5, 5-6-ның, 6-7-ның қасында сондай кішкентай болып қалады дейді. Ал енді бірінші қат аспан қай жерден басталып, қай жерден бітеді? Ал оны Құранда Алла Тағала Мүлк сүресінде айтады. Мына жұлдыздар қашан бітеді? Бірінші қат аспан сол кезде бітеді дейді. Енді сол 7-ші қат аспан Курсидің қасында сондай. Ал Курси арштың қасында сондай. Сақина сияқты болып қалады. Ал жаңағы әулие үйінен шығып бет аспанға қарағанда аршты көреді екен. Сұхбат айтқанда 12.000 адам сұхбатын жазып отырады. Сәждеге жатқанда бір апта басын көтермейді екен, сәждеден жылап. Алла кешір деп. Сондай адамдар Құранда сол адам үшін аят бар. Мәсәлул кәлб ялхас залик ау татрука залик, сондай бір аят бар. Мағынасы ол адамның мысалы дейді. Аты айтылмайды. Бірақ тәфсірді ашып қарасаңыздар, Бәл'ам бин Баура деген кісі әулие адам ғой. Ұшып жүретін, 12 адаммен ұшып жүреді екен. Керамет көрсетіп. Соның мысалы дейді, тілі салақтаған ит дейді. Алла ит қылып жүрген ғой жаңа адамды. Сондай адамдар Алла сақтасын, ит болып кетіп жатыр. Бәрсейса патшаның қызымен зина жасап, екіқабат қылып өлтіріп, бүліктеп тастады, әрбір жерге шашып. Бәрсейса деген сондай таудың басына шығып кетіп, халықпен араласпайын деп 500 жыл ғибадат қылған таудың ішінде. Қарны ашса, далаға шығып, ағаштың жапырақтарын үзіп, жаңбырдан жиналған суға қосып, сорпа қылып ішеді екен. Тамағы сол. Сосын қайттан тауға кіріп кетіп, үңгіріне ғибадат қылады күні түні. Сондай адамдар қандай дәрежеге түсіп кетті? Енді сіз неңізге сеніп тұрсыз? Ойлайсыз ба, мен 5 уақыт намаз оқимын, қажылыққа барып келдім, 2-3 рет қажекеңмін, Құран жаттап алдым, қарекеңмін. Иә. Ертең Алланың алдына барғанда жұмаққа келетін адам өйтіп айтпаңыз. Барлық нәрсе соңғы демге байланысты. Барлық нәрсе соңғы демге байланысты. Ең соңғы деміңіз деп шығатын дем. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп шығатын болса, пайғамбарымыз айтады: Мән қала фи ахирил кәлами ла илаха иллаллах. Кімнің соңғы сөзі таухид, кәлима, шахадат болса, дахалал джанна, жұмаққа кіреді, жұмаққа кіріп қалады демейді, жұмаққа кірді ол адам дейді.
Сол үшін Алла нәсіп етсін. Соңғы деміміз бірге айтайық. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах калимасы болсын. Амин. Айтайық амин, қорқпаңыздар. Амин айту тегін. Жұмаққа кіру тегін негізі. Тозаққа кіру платны. Адам арақ ішеді, түнгі клубқа барады, бәріне ақша төлеп кіреді. Сөйтіп тозағын сатып алады. Мына жерде мешітке кіре берсе, 2 адам тұрған жоқ қой мысалы. Әр рәкағат басына давай 500 теңге деп, әне QR деп, Каспиймен нақты деп сұрамайды ешкім. Бесплатно. Адам жоқ, аз адам. Алла сақтасын. Алла ұрпағымызды дұрыстардан қылсын, пайғамбарымыздың үмметтерінен қылсын. Бізге дейін бұл дін келді, аталарымыз алып келді достойны. Енді біз бүлдіретін болсақ, бізден кейінгілер быт шығатын болса, қияметте ана аталарымыздың, батыр аталарымыздың, әулие аталарымыздың, ғалым ғұламаларымыздың жүзіне қалай қараймыз? 10 балам болды, 10 медик болды, профессор болды. Біреу ғалым болды ма? Алла үшін біреуін бердің ба, дінге қызмет қылсын? Жоқ. 40 мың, 50 мың табады, ол не керек? Мешітте имам болды. Одан да 100 мың, миллион таппай ма дейді. Бүлдірді. Ол бүлдірді. Ислам шариғат 10 баланың 10-ы да әулие болсын деп айтпайды. Ең болмаса біреуін берші. Қызмет қылсын, халқына қызмет қылсын. Айтсын, түсіндірсін, жеткізсін. Ана кітаптар, ана нелерде қалмасын шаң-шаң болып. Оқылсын, ашылсын. Біз кітапты оқиық, кітап бізді оқымасын. Оқиық, не жазылды? Бастарыңыз алтып қойғанша кешіресіздер. Bir temаны ашып кете береді енді. Ал, келдік кітабымызға. 5-ші хадис. Кімнен келген екен? Ан Али ибн Аби Талибин радияллаху анху қал. Али радияллаху анхудан жеткен хадис. Бұлай дейді. Лам якунин набию саллаллаху алейхи вассалам бит-тауил вала бил-қасир. Пайғамбарымыздың бойы өте аласа болмады, ұзында да болған жоқ, орта бойлы болды. Шатнул каффайни вал қадамайни, аяғы мен қолы жуан болған. Бұны негізі соңғы сабағымызда айтқанбыз, тәкрар болсын енді. Дохмур раси дохмул карадис, пайғамбарымыздың басы үлкен болған еді, оны да түсіндіріп айттық. Естіген адам, естімеген адамға айтсын, жеткізсін. Қайталап отырмайық. Басы үлкен болды, денесіне қарата үлкен болды. Денесі кішкентай, басы мынандай болған жоқ пайғамбарымыз. Дохмул каради, сүйектері ірі болған еді. Тауилул масрубати, кеудесінің жоғары жағынан бастап кіндігіне дейін ұзыннан созылып жатқан жіңішке шаштары бар еді, пайғамбарымыздың қылдары бар еді осы жерде. Ида маша такаффа такаффуан кааннама янхатту мин сабаб. Пайғамбарымыз жүрген уақытта тез қимылдайтын еді, баратын жеріне түп-түзу баратын еді. Кааннама янхатту мин сабаб. Таудан, биік бір жерден, төбеден түсіп келе жатқан адам сияқты жүретін еді. Тез жүретін еді. Былжырап жүрмейтін еді. Анда қарап, мұнда қарап, аяғын сүйретіп, анауғым, мұнауғым кімнің баласы еді деп. Жоқ, баратын жеріне тез баратын еді. Лам ара қабалаху ва ла ба'даху мислах. Али радияллаху анху айтып жатыр, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға дейін және одан кейін ол сияқты сұлу сымбатты әдемі жан көрген емеспін дейді. 6-шы хадис. Кімнен жеткен? Тоже Али радияллаху анхудан жетіп отыр. Енді бұл жерде қайталанып келетін жерлерді оқымаймыз. Уже білесіздер сіздер. Оқылмаған жерлерін оқып кетейік. Али радияллаху анхудан біреу келіп сұраса, пайғамбар қандай адам еді деп сұраған уақытта Али радияллаху анху былай деп сипаттап беретін еді. Бұл жерде бастапқы жерлерінде тағы айтылады, бойы ұзын болған жоқ, өте қысқа болған жоқ, орта бойлы болды. Шашын айтып жатыр, өте жаңағы бұйра болған жоқ. Бұйра мен тік шаштың арасы еді, волнисті еді, толқынды еді шашы пайғамбарымыздың. Және валам якун бил мутаххами вала бил мукалфами. Пайғамбарымыз семіз адам болмады. Пайғамбарымыз семіз адам болған жоқ. Және пайғамбарымыздың жүзі немесе басы қатты сопақ немесе қатты домалақта болған жоқ дейді. Қандай болған екен? Орысша айтқанда овальный лицо. Жақсы ма? Ад'аджул айнайни, пайғамбарымыздың көздері
ірі болған еді, үлкен болған еді, және көзіндегі қарашығы қап-қара болған еді. Әхдабул әшфари, кірпіктері ұзын болды. Әжроду зу мәсрубатин, денесінде өте көп шаш, қыл, ондай нәрселер пайғамбарымыз денесінде болған жоқ. Көп болған жоқ. Жаңа айтып отырып, кеудесінің жоғары жағынан бастап кіндігіне дейін болды. Сосын қазір тағы айтамыз, қай жерлерінде болған екен. Ошым айтқанда, мына кеудесінде, қарында болған жоқ. Таза болды ондай нәрседен. Қараңыз. Пайғамбарымыз бір жаққа бұрылса, толық денесімен бұрылатын болған. Мысалы, шақырса, бір нәрсе айтса пайғамбарымызға, кім, қайсысы деп тек басын ғана бұрмаған. Бүкіл денесімен бұрылған екен. Бұл ненің мағынасы? Адамға мән беріп жатыр. Сыйластық, соған внимание беріп жатыр. Қазір бізді шақырса, қайсысы мынау деп тек басы бұрылатындар бар. Басын бұрмайтындар да бар. Қарап жүрші, кім оны шақырып жатқан мені деп. Алла сақтасын. Енді үзірлі болса, проблем жоқ. Бәйна кәтифайхи хатамун нубувати, пайғамбарымыздың екі жауырын арасында мүхір бар еді, печат бар еді. Ва хуа, ол печат, қандай печат? Хатамун набийин, пайғамбарлардың ең соңғысы деген печаты бар еді дейді. Ол туралы айтамыз. Бұл бірінші бап. Бұдан кейінгі екінші бап, только печат туралы тоқтап өтеміз. Қандай болды? Қай жерде орналасты? Объемы қандай еді? Мөлшері қандай еді? Түрі қандай еді? Именно қай жерінде тұр? Түсі қандай еді? Кімдер көрді? Қалай көрді? Қай уақытта көрді? Бәрін айтамыз нәсібетсе. Келесі сабақ өте қызық болады. Өте қызық болады. Тек маған демей, үйдегі достарыңызды, бауырларыңызды жинап алып келіңіздер. Мән далла аля хайрин фалаху мислу ажри фаилихи. Кім бір жақсылықтың жасауына себепші болса, сол адам жақсылық жасады, үлкен сауаптың иесі болды. Сіз себепші болғаныңыз үшін дәл сол сауапты сіз де аласыз. Жел тұрмаса шөптің басқасы алмайды дейді. Ана үйде жүрген TikTok қарап, BikTok қарап, Instagram'нан, бір Instagram'нан шыға алмай жүргендер бар ғой. Ал су болып, лайк басып, кел бауырым, мындай кел. Жасың үлкен, қашанға дейін жүресің? Жүр, сұхбаттында. Ана бір Дінасыл деген ұстаз келіпті, Түркияда оқып келген. Мақтаңыздаршы мені. 10 жыл оқыпты. Ол қызығады, ойбай, көп мақтап кетті. Қандай адам барып келейіндер. Мешіттің имамы 10 жылдан бері намаз өткізеді, ешқайда бармаған десеңіз, кім келеді? Түркиядан келген, 10 жыл оқып келіпті. Жақсы сұраққа жауап берсең, ақша береді екен. Келеді ғой. Тастап бәрін. Өтірік айтпаңыздар тек. Берем мен ақша болса, таратып берем. Әжуадун наси садыран, пайғамбарымыз кең кеуделі еді. Яғни өте жомарт кісі еді, өте жұмсақ кісі еді. Ва астақун наси ләхжатан, ең шыншыл адам болған пайғамбарымыз. Ва әлянухум арикатан, жұмсақ мінезді болған пайғамбарымыз. Ва акрамахум ишратан, ең жақсы дос болған пайғамбарымыз. Енді мән кімде кім роаху, пайғамбарды көретін болса, өмірінде бірінші рет көрсе пайғамбарды кімде кім бадихатан хабаху, бүйтіп ойланып қалатын еді дейді. Кімде кім пайғамбарды бірінші рет көрсе, бұны кім айтып жатыр? Али радиаллаху анху, өзінің күйеу баласы пайғамбарымыздың қасында жүрген сахаба ғой. Алғашқы ең бірінші рет пайғамбарды көрген кісілерді біз көреміз дейді, жайлап байқаймыз дейді. Көзі бақырайып, құлағы қалқайып, ауыз ашылып қалады дейді. Ойланып қалады дейді. وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ, сол жаңағы көзі бақырайып қалғандар, ойланып қалғандар, мысалы дұшпан келетін болса, жаман ойымен қорқып қалады дейді пайғамбарды көргенде. Ал ешқандай жаман ниетімен емес, пайғамбарды көрейін, дінді қабылдайын деп келген кісілер таңғалып қалады дейді. Бірақ сол адамдар пайғамбарды көре берген сайын, жаңағы қорқыныш, жаңағы таңғалу деген нәрсе кетіп, керісінше пайғамбарды күн өткен сайын ұнатып қала беретін болды дейді адамдар. Көрген сайын ұнатады дейді. Жақсы көріп қалады пайғамбарымыз. Уже көрмесе, 1 сағат, 1 минут шыдай алмайды дейді. Айтты ғой ең бірінші сабақта. Я Алланың Расулы, мен сізді 1 сағат көрмесем қиналып кетемін деген еді. Пайғамбарымыз айтты,
Адам әл-мар'у ма'a ман ахабба. Адам жақсы көргенмен бірге болады деді. Әнта ма'a ман ахбабта йаумал қиямах деді ана кісіге. Сен де бізді жақсы көресің бе, қияметте бірге боламыз деді. Сол үшін біз кімді жақсы көргенімізден келіп отырып, бірінші Алланы ұлықтап, еске алып, мақтау мадақтар қылып, сосын пайғамбарымызды жақсы көреміз. Келіп отырып, қандай кісі болды, таниық пайғамбарымызды. Ол заманда өмір сүре алмасақ та, міне кітапта жазылып кетті. Пайғамбарымыз өзі рұқсат етті. Пайғамбарымыздан сахабалар келіп сұрады: "Я Алла Расулы, сіз қайтыс болып кеткеннен кейін, сізден кейін адамдар сізді сұрайтын болады. Қандай кісі еді? Сол үшін бізге рұқсат етіңізші, суретіңізді салайық" деді. Пайғамбар рұқсат еткен жоқ оған. Ал не істесек болады? Шамаил деген нәрсеге, міне осы нәрсеге пайғамбар рұқсат етті. Яғни мен жоқ кезде пайғамбар мынандай адам еді, жүзі мынандай адам еді деп айтуға пайғамбар рұқсат етті. Және пайғамбардың хадистерінің бір хадисінде кім осы шамаилді оқып, көз алдына ең аз дегенде пайғамбарды, яғни мені бір әкелетіндей болса, қиямет күні мен оған шапағатшы боламын дейді. Сол үшін кейбір адамдар айтады: "Ойбай, мен қазіргі осы ғасырда емес, пайғамбардың заманында өмір сүрсем, бүйтетін едім, сөйтетін едім, соғысатын едім, атқа мініп керек емес, жаяу жүгіріп барып кіріп кететін едім дұшпанның арасына". Оның бәрі сказка. Алла демек бізді білді сондай жасай алмайтынымызды. Алла сол заманға достойны сахабаларды пайғамбарымыздың қасына қойды. Ал бізге ең керек ғасыр, ең керек заман міне осы заман екен. Осы заманда біз өмір сүруіміз керек екен. Қазір айтады кейбір адамдар: "Қап пайғамбардың әттен-ай заманда өмір сүргенімде бүйтетін едім, Абу Лахабты өзім өлтіретін едім, атаң бас, ақаң қасы, қасы алмай қаным шықсын" деп сөздер ғой сондай. Оның бәрі өтірік, сказка ол. Алла демек осы заманда өмір сүруіміз керек болған үшін осы заманда бізді жаратты. Ана заманда өмір сүрген сахабалар достойны сахабалар. Бірақ пайғамбарымыз айтады, сахабалардың арасында отқан кезде айтты ғой. Не деп айтты? "Мен достарымды демейді, нені сағындым дейді? Бауырларымды сағындым дейді". Сонда айтады ғой сахабалар: "Алла Расулы, біз бауырымыз емеспіз бе? Жоқ, сендер менің достарымсыңдар, шәкірттерімсіңдер. Менің бауырларым мені көрмей қияметке дейін келетін мұсылмандар дейді, біздер". Сол үшін тағы бір хадис бар. Бұны мотивация болсын. "Фа'алейкум бисуннати". Жаңағы кім менің сүннетімді ұстанатын болса, "Яумал фасади уммати", үмметім фасад қиын бір замандарда өмір сүрген уақытта кім менің сүннеттерімнен бір сүннет ұстанатын болса, ол адамға 100 шахидтің дәрежесі жазылады дейді. Міне осы заман қазір міне. Мұны сүннет пайғамбарымыздың бәрін жасай алмасаңыз да, пайғамбарымыздың бір күнде жасайтын қанша сүннеті бар? 4000 сүннеті бар. Соның бәрін істей алмасақ та, біздің ұстаздар айтатын еді, шәкірттеріне қарап, артынан еріп келе жатқан жамағатқа қарап, осы 4000 сүннеттің 3-ін бір күнде істемей қойсам, мені ұстаздар айтпаңдар дейді. Мен артыма ілеспеңдер дейді. 3-ін жасамай қойсам дейді. Ал пайғамбар айтып жатыр, кім-кім 1-ін жасайтын болса дейді, 100 шахидтің дәрежесі болады. Абу Хурайра радиаллаху анху. Бұл сахих хадистер. Жоқ, қаласаңызда әр хадистен кейін айтып отырайын ба, адресін? Аны Тугиске, Яндекске жазғандай қылып, бәрін бетіп, іздеп тауып аласыздар өздеріңіз кітапты ашып. Болады, айтып отырайын. 34 минут болған екен, кішкене оқып тоқтатайық. Аз қалды. Енді Яқулу на'итуху, пайғамбарды бірінші рет көрген адамның айтатын сөзі мынау еді дейді. Али радиаллаху анху айтып жатыр. Не деп айтады екен? "Лам ара қаблаху ва ла ба'даху мислаху саллаллаху алейхи ва саллам". Алла елшісі саллаллаху алейхи ва салламға дейін және одан кейін мына кісі сияқты
өте сұлу, сымбатты, әдемі жанды мен көрген емеспін деп осылай айтады дейді. Жаңағы бірінші көрген кісілердің сөзі осы дейді. Осы жерден тоқтатайық, а? Жалғастырайық па? Мен отыра беремін. Иә, қиналып болмаңыздар ал. Намазда да біраз оқимын. Менің бір әдетім бар. Білмеймін, басқалар десек, таң намазда 2-3 бет оқимын Құраннан. Бұл рия болмасын. Біз енді Құлсардан келіп отырмын ғой, Жылой. Батыс Қазақстан, Атырау облысы, Құлсар қаласы. Нағыз жаңағы сәләфилердің, вахабилердің қайнап пісіп тұрған жерлер ғой, енді Алла сақтасын. Сол кейде мен де қырсығып қаламын, жаңағы таң намазға шыққан кезде олай бет тұрады ғой, бүйтіп, қораға кірмей тұрған бұқа сияқты, талтайып бүйтіп, Аллаға бір нәрсесін беріп қойған сияқты бүйтіп тұрады жаңағыдай. Өйтіп әкімнің алдында тұра алмайды, әке шешесінің алдында да тұра алмайды. Бір жерлер тұрмайды өйтіп тұруға. Бірақ Алланың алдына келіп бүйтіп тұрады да, шортикпен жаңағыдай. Мен де жайлап қырсыған қари адаммын ғой, Құран жатқа білемін, Алла шүкірсін, ұстаз сияқтымыз біз де жайлап қари, Құран жатқа білеміз. Уақыт бар, күннің шығуына 1,5-2 сағатқа жақын уақыт бар. Мен істеймін. Бірінші рәкағатқа Ясинді оқимын ғой дәкінсі. 6 бет. Бүйтіп тұрған уахабилер Абу Ханифа болып кетеді ғой, шаршап қолдары дірілдеп бүйтіп. Кіндіктің астына кетіп қалады. Боттарын жинап бүйтіп. Намаз бастағанда ахи болып бастайды, жаңа сәләфи болып. Намаз біткенде қарасаң, бәрі кәдімгі жаңа түскен келін сияқты. Майыс отырады бәрі. Бірақ ондай ниетпен оқысаңыздар болмайды. Мен ондай ниетпен оқымаймын. Пайғамбарымыз сүннеті ғой деп 40 аят оқимын. Одан көп қылып оқимын. Бірақ андай ниетпен оқысаңыз намаз бұзылады, Алла сақтасын. Өйтіп жасап жүрмеңіздер. Фатиханы 100 рет оқып қайта-қайта. Ол болмайды. Парыз намазда бір сүрені қайта-қайта оқу мәкрух. Бірақ нәпіл намаздарда Ихлас сүресін 1000 рет оқу болады, проблем жоқ. Не оқып жатыр? Ей, молодец. Так. Тағы бір хадисті оқып жүрейік, олай болса. Сосын тоқтатайық. Көп уақыттарыңызды алмайық енді. Келдік, қараңыз. Дұрыстап тыңдаңыз, иә? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның бірінші жұбайы, ханымы, қабырғасы кім еді? Хадиша анамыз. Қазақша Хадиша, арабша Хадиджа. Енді қазақша версиясын айтамыз, Хадиша анамыз. Хадиша анамыз пайғамбарымызға дейін қанша рет, неше мәрте тұрмыста болды? Ал тапқан адамға мен ақша берем, кәсіпбейінен лақтырам. Серьезно айтамын. Сіздер ойлана тұрыңыздар, мен су ішіп алайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шейх Гуглға қарау болмайды. Гуглды ашып десе су ішіп алғанша қарап алайын деп. Кәсіпбейін бос тұрған еді деп. Кредит бар деп. 2 рет болды. Кім бірінші күйеуі? Соны білсеңіз беретін едім ақшаны. Білмедім, білмеймін. Біріншісі кім? Әби Хәлә. Әби Хәлә деген кісіге тұрмысқа шығады. Әби Хәләдан дүниеге бір бала келеді. Аты Хинд деген. Сөйтіп Әби Хәлә өліп кетеді, қайтыс болып кетеді. Хадиша анамыз екінші рет тұрмысқа шығады. Кімге? Атиқ деген кісіге. Одан дүниеге 2 бала келеді. Енді риуаяттар көп. Аллаху алам, ең дұрысын Алла біледі. Бір қыз, бір ер бала дейді, екеуде ер бала дейді, жаңа екінші күйеуінен. Ол да қайтыс болып кетеді, Атиқ. Сөйтіп 3-ші рет Хадиша анамыз кімге тұрмысқа шығады? Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға тұрмысқа шығып, қанша баланы дүниеге келеді? 6 баланы, нешеуі ер бала, нешеуі қыз бала? Айтып бере аласыз ба? Қыздарды. Жоқ, қыздарды. Балдар нешеу еді? Басқасы айтсын енді. Ер баласы 2 еді. Кім олар? Абдулла мен Қасым. Енді қараңыз, бұл хадисті жеткізіп тұрған кім? Хасан радияллаху анху. Кімнің баласы? Али радияллаху анхудың баласы. Яғни Фатима анамыздың баласы Хасан радияллаху анху жеткізіп тұр. Кімнен жеткізіп тұр? Нағашы ағасынан. Ол кім? Хинд деген кісіден. Яғни бірінші күйеуінен Әби Хәләдан болған, айттық қой, бірінші бала. Сол мұсылман еді, нағашы ағасы енді.
Хасан кімнің баласы? Хадиша анамыздың қызы Фатима анамыздың баласы. Сол Хасан радиаллаху анху кішкентай кезінде болған уақыттарда пайғамбарымыз дүниеден өтіп кетеді. Сөйтіп бір күні Хасан радиаллаху анху нағашы ағасы Хиндқа радиаллаху анхуға: "Я көке" дейді, "я нағашы аға, сіз пайғамбарымызды жақсырақ білесіз ғой" дейді. Себебі бұл кісінің мынандай бір атағы болған, уассаф деген. Уассаф деген күшті сипаттаушы деген сөз. Басқа адамдарға қарағанда ол кісі детально сипаттап беретін болған пайғамбарымыз бүкіл жерін. Енді Хасан радиаллаху анху сұрап жатыр: "Мен жас бала еді, мен атамды көз алдыма әкелейін десем, бүйтіп ойлайын десем, келмейді көп жерлері. Ұмытып қалыппын, есіме шығып кетті. Жас бала едім ғой. Сіз оны жақсырақ білесіз ғой, маған қарағанда сипаттап беріңізші. Мен бір көзімді жұмып отырып, ва ана аштахи ан ясифа ли минха шай'ан атааллақу бихи", жаңағы бір сағынышымды басайын, пайғамбарымды, жаңағы атамды есіме алайын, сіз тек айтып отырыңызшы деп сұрайды екен. Хасан радиаллаху анху нағашы ағасынан, Хиндтан радиаллаху анху. Енді қараңыз, бастайды түсіндіріп. Хинд деген кісі Хасан радиаллаху анхуға бастайды, былай деп айтады: "Тыңда" дейді, "олай болса. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам фахман муфаххаман". Көп жерлер қайталанып келеді енді. Өте ұлық адам еді атаң, немесе атаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өте ұлық адам еді. Яталаллау важухуху талаллу ал-қамари лейлатал бадри. Лейлатул бадр түніндегі ай сияқты еді оның жүзі дейді. Міне қазір сыртқа шығып барасаңыздар, сол ай тұр аспанда. Дөп-дөңгелек толған ай, толық ай. Лейлатул бадр. Оны өткен сабақтарымызда айтқанбыз. Айдың 14-15-і мұсылманша хижри жыл санау бойынша. Қазір Рабиул ауалдың нешесіндеміз? 13-не кірдік қой. Көрдіңіз бе? 13, 14, 15. Ай қандай? Дөп-дөңгелек. Иә, толық ай, толған ай. Енді мынаны беріп аттасақ, мынандай мағына шығады. Атаңыздың жүзі, пайғамбарымыздың жүзі Лейлатул бадр түніндегі ай сияқты әдемі. Бірақ біз былай айтқанымыз дұрыс болар. Лейлатул бадр түніндегі айдың әдемілігі пайғамбарымыздың әдемілігі сияқты. Осы дұрыс болар. Бізге осы жарасар. Және атуала минал марбуи, орта бойдан кішкене ұзындау еді пайғамбарымыз. Ва ақсара минал мушаззаби, өте ұзын бойлы болған жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Азимал хамати, басы үлкен болған, яғни денесіне сай үлкен болды. Оны айттық, тоқтамаймыз, түсініп отырсыздар сіздер. Роджила шари, шашы волнистый болған, яғни толқынды шаш болған. Оны да айттық, түсіндіріп. Ин фарақат ақиқатуху фарақаха ва илля фала. Қараңыз, пайғамбарымыздың шашын айтқан едік. Бара бин Азиб радиаллаху анху не деп айтқан еді? Пайғамбарымыздың шашының ұзындығы құлағының жұмсақтылығына дейін жететін еді, сырғалыққа дейін. Енді пайғамбарымыздың шашы туралы 3-ші бапта тоқтап өтеміз. Бұл жерде былай деп жатыр: пайғамбарымыз шашын дейді, ортасынан бір бөліп екі жаққа қарата жіберетін еді. Оң жағын оң жаққа қарата, сол жағын сол жаққа қарата жіберетін еді шашын дейді, ортасынан бір бөліп. Егер қолы босанмаса, басқа бір шаруалардың жұмыстарымен болса, шашына тиіспейтін еді пайғамбарымыз. Қалай тұр, солай тастайтын еді, қоятын еді. Бірақ сол заманда, сол кезде өмір сүрген кейбір мушриктер, кәпірлер болсын, имансыздар болсын, Аллаға қарсы шыққан адамдар болсын, шашын қалай қоятын болса, олар мысалы ортасынан бір бөліп оң жағын оң жаққа, сол жағын сол жаққа қойса, егер олар пайғамбар оларға ұқсамау үшін керісінше пайғамбарымыз артқа қарата жіберетін еді былай. Ал олар артқа қарата қойса, пайғамбарымыз ортасынан бөлетін еді. Түсіндіңіз бе? Южавизу ша'руху шахмата удунайhi ида хуа ваффараху. Енді құлақтың жұмсақтығына жететін еді деген риwayat Бара бин Азибтен келген еді радиаллаху анху. А мына жерде Хинд деген кісі Хасан радиаллаху анху былай деп жатыр: пайғамбарымыздың егер шашын жіберсе, пайғамбарымыздың шашы құлағының жұмсақтылығынан асатын еді дейді. Көрдіңіз бе? Бұнандай да риwayat бар екен. Егер жіберіп қойса, өссін десе пайғамбарымыз, құлағының жұмсақтылығынан асып өсетін еді. Уаси'ал пайғамбарымыз маңдайы кең маңдайлы болған. Ашық маңдайлы, кең маңдайлы болған. Жәләп
әркім өз-өзіне қарасын. Пайғамбарымызға бір жеріміз ұқсап қалар. Мысалы, менің ұқсап отыр көп жерлерім, Аллаға шүкір. Ұқсамай ма? Түрің жаман екен көрсін. Ұқсайды, Аллаға шүкір. Бір жерлеріміз ұқсайды. Жайлап қарап отырсын әркім. Ат тұрмасын, мен пайғамбар екенмін ғой, мен туралы айтып отыр екен. Ондай болмасын. Бар ма ондайлар, жындылар болған. Мен пайғамбармын деп шыққандар болған. Қазір қуып жүр тиктокта билет. Алла билеттер жүреді. Азаджал хауажиби, қасы қалың болған, бірақ ұзын болған, әдемі болған. Қандай болған? Сауабиға фи ғайри қаранин, бір-біріне бүйтіп қосылып кеткен, ондай болмаған. Болады, бір-біріне қосылып кетеді, оратылып жатады, төмен кетіп бара жатады, былай. Фихта, бұнда айтып кетейік, әйел адамның, асынсыз деп айтамын, әйел адамның мына қасы бір-біріне қосылып, бетіп, оратылып, төмен қарата кетіп бара жатса, алуға бола ма, болмай ма негізі? Еркектер рұқсат жоқ. Алланың жаратылысын өзгерткендей күнә аласың, үлкен күнә. Құранда аят бар. Күйеуінің рұқсатпен алса болады ма? Болады, қай кезде күйеуіне әдемі көріну үшін. Күйеу бүйтіп тұрса, түрің не болып кеткен мынау деп. Соны әдемі қылып алып тастаса болады, рұқсат етіледі. Бірақ полный алып тастаса күнә болады. Әйел адамға да еркекке де күнә болады. Себебі қиямет күні неге күнә болады айтайын ба? Қиямет күні Құранда аят бар, Фуссилат сүресінің 2-ші бетінің соңынан жағынан бастап, 3-ші бетіне жалғасады. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Қиямет күні әр адам өзінің қолдарына, денесіне қарап айтады дейді, «Ей, неге маған қарсы шығып жатсыңдар?» Себебі адам қатты қорққан кезде, ертең Алланың алдына құзырына барып жиналғанда тозақ дайын тұр. Тозақтың ыстық лебі ұрып тұр. Күнәсі көп тұр, тозаққа кетіп жатыр. Сонда адам қатты қорққанда тек қана дұрыс нәрселер сөйлеп айтады екен. Ойбай, ана әжеге көмек қылған едім, ана апаға затын апарып тастаған едім, беткен едім, сөйткен едім. Алла айтады екен, Ясин сүресінде де бар бұл. Жауызын деп айтады екен. Мына сүйексіз тілде сөйлеттіріп тұрған Алла, мына қолды да сөйлеттіре алады. Жауызын деп аузын жаптырып тастайды екен. Аузын мөрлеп тастайды, печат қойып. Қолдарын айтады екен, сөйлеңдер шал сендер деп. Сонда мына сол жақ қол бастайды дейді. Ойбай, ана арақты ішкен еді, мына ащы суды ішкен еді, мына қатынға енді жалпақ тілмен айтып жатырмын енді. Басып айтып жатырмын мен, Алланың өзі шешесі. Түсініп отырсыздар ғой. Бүкіл күнәнің бәрін жасаған еді дегенде, Фуссилат сүресіне келейік. Уақалу айтады дейді. Лима шахидтум алейна. Неге маған қарсы шығып жатсыздар деп айтады дейді. Қалу антақана Аллах. Сол кезде мыналар дейді, өзіне қарсы айтады дейді, куәгерлік қыл. Бізді сөйлеттіріп жатқан, ол бүкіл нәрсені сөйлеттірген Алла бізді сөйлеттіріп жатыр бүгін. Сен маған ештеңе істей алмайсың дейді. Ал Ясин сүресінде айтады, мына екеуі сөйлеген кезде, мына екі аяқ куәгерлік қылады дейді, біз сол жаққа барған едік деп. Алла сақтасын. Не айтып отқан едік? Тыңдап отыра берсем мейлі. Қас туралы. Сондай, Алла разы болсын. Сондай кезде, былай жасайма. Сондай кезде бәрі қарсы шығып жатқан кезде бір ғана жеріміз қарсы шықпайды екен бейшара. Ол да мына қас екен. Қазір әйелдер соны алып тастайды тұрып. Орын сызып қояды бейтіп. Алла сақтасын. Келдік, қай жерге келдік? Бәйнахума ирқун юдирруху әл-ғадабу. Енді осы екі қастың арасында пайғамбарымыздың бір тамыры бар еді дейді осы жерде. Қазір кейбір адамдарда бар, ол да менде де бар, Аллаға шүкір. Бүйтіп жатқан кезде көрінеді. Сол ашуланған уақытта пайғамбарымыз сахабалар айтады, сол тамыр көрінеді дейді бүйтіп. Содан біз білетін едік пайғамбар ашулы, жақындарына қойып қасиет. Пайғамбар өзі үшін емес, өзінің адресі үшін емес, Алла үшін, дін үшін ашуланатын болған. Мысалы, пайғамбарымызды біреу сөгіп жатса, сенің семьяң мынандай, сенің мынандайсың десе, пайғамбар жымиып тұра береді екен. Сіздікі дұрыс деп. Бірақ Алланы жамандап, дінді жамандап, пайғамбарлықты жамандап жатса, мойындамай. Пайғамбар бір ашуланатын болған, сахабалар айтады, ойбай дейді. Қашан сөйтіп тамыр болады еді. Ақунал айрнайни лаху нурун. Қараңыз. Пайғамбарымыздың мұрны сондай болған еді, адам пайғамбарымызға дәл алдында тұрған, қарама-қарсы тұрған адам пайғамбар жүзіне қарағанда, мұрнына қарағанда ойлайды дейді. Мына жүзінде, мына мұрнында пайғамбарымыздың шығып тұрған бір сүйек бар сияқты деп ойлайды дейді. Шығып тұрған сүйек. Бірақ ләху нурун, ол нұр дейді. Ол ондай емес еді дейді.
Ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma. Оны тіке қараса, біреу пайғамбарымыз тіке тұрып қараса, сөйтіп ойлайды дейді. Бірақ жанынан келіп қараса, мұрны әдемі жаратылған дейді. Сол мұрнының үстінде, сүйегінің үстінде нұр көрініп тұрады дейді, шығып кетіп. Сол нұрды шатасады дейді адамдар көрген кезде. Сүйек па, не анау деді. Бірақ ол нұр дейді шығып тұрған. Кәссәл лихияти, пайғамбарымыз сақалы қалың болған. Сәхләл хаддайни, беті тегіс болған. Яғни томпақ болмаған. Семіз адамдардың беті томпақ болып бетіп шығып тұрады ғой енді. Ісіп ондай болмаған пайғамбарымыз тіке болған. Дали аль-фами, аузы үлкен болған пайғамбарымыздың. Муфаллажал аснани, тістерінің арасы ашық болған. Бұл жерде екі түрлі мағына бар. Қараңыз. Тістерінің арасы ашық болған, немесе мына үстіңгі екі тісіміз бар ғой, қоян тіс дейді, сосын не дейді, азу тіс дейді ма? Соның арасы ашық болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында кейбір адамдардың осы үстіңгі екі тістің арасы ашық болса, өте әдемі деген атақ болған. Сол үшін кейбір әйел адамдар сол замандағы мына екі тістің арасын ашып алатын болған. Әдемі көрінейінші деп. Енді Аббас радиаллаху анху, шатаспасам, немесе Абдулла бин Аббас радиаллаху анхума былай дейді. Пайғамбарымыздың сондай тістерінің арасынан мен бүйтіп қарадым дейді. Тістерінің арасы ашық дейді, бірақ ар жағынан бір нұр шығады дейді. Тістерінің арасын нұрмен толтырып тұрған нұр бар дейді. Бұл бірінші риуаят. Екіншісі, сол тістерінің арасынан шыққан нұр мынандай жар болса, соған отражениесі шығып тұратын дейді, нұрдың. Бұл екі. Үшіншісі, сахабалар айтады, Мәдина қаласында жерінде енді бізде үйде мынандай свет болған жоқ, электричество болған жоқ, қараңғы ғой енді. Кейбір жерлер жарық, от жағып отырады, бір нәрселер жағып нетіп отырады жаңағыдай. Біз дейді пайғамбардың қасында жүріп, жаңағыдай қап-қараңғы жерлерде пайғамбарымыздың қасында жүріп, үйімізге баратын жолды тауып кететін едік дейді. Неге? Пайғамбарымыздан нұр шығатын еді дейді. Сол нұрдың жарығымен жүрген жерімізді қарап, жолымызды тауып, мынау меннен, мынау сенен деп кететін едік дейді. Айша анамыз айтады, радиаллаху анха, үйде дейді, пайғамбарымыз үйден шығып кетті, үйде жоқ, кешке дейін келген жоқ, енді сұхбаты бар, анау бар, мынау бар. Мен кешкі бір уақытта майшамды жағып қойып, киім тігіп отырдым дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз келе жатқан уақытта бір себеппен жаңа май, екі түрлі риуаят бар, құлап кетті, өшіп қалды, немесе бітіп, өшіріп қалды дейді. Сонда пайғамбарымыз үйге кіріп келген кезде, пайғамбарымыздан шыққан нұрмен мен тігіп үлгердім дейді бітіріп. Тағы бір риуаят айтайын ба? Айша анамыз былай дейді. Біз дейді, пайғамбарымыз енді жұбайлар болған ғой, әр жұбайына бір-бір бөлмеден берген, бәрін бір үйге тықпаған басын. Негізі фиқта солай. Тоқал қалайсың ба, екінші әйел қалайсың ба, оған да бөлек бір үй бересің. Бәйбешеге ресторанға апарып, үстіне шуба кигізіп, миллионға, тоқалға донер жегізіп, жыртық-жыртық өзбекский шапан кигізіп отырсаң, болмайды ол. Бәріне бірдей қарау керек. Бөлек үй беру керек сосын. Пайғамбарымыз бөлек комната берген еді. Енді біз ойлаймыз дейді Айша анамыз, бүгінгі түн қай жұбайының қасында қалады. Соны білу үшін дейді, түнде шығамыз, қараймыз дейді, қай бөлменің ішіне нұр жарқырап шығып тұрса сыртқа, сол үйде пайғамбар дейді. Сол бөлмеде пайғамбар дейді. Айта берсем бай, ұқтамай аласыздар. Жетеді осы нұр туралы. Ар жағын оқиық. Дақиқал мәсрубати, оны айттық. Кеудесінің жоғары жағынан кіндігіне дейін жұп-жұқа ұзарып жатқан қылдары бар еді, шаштары бар еді. Кәәнна унуқаху джиду думятин фи сафаил фиддати. Оның, яғни пайғамбарымыздың мойны және желкесі сондай әдемі болды дейді, күмістен құйылғандай жарқырап тұратын дейді. Аз қалды. Муътадилал халқи, денесі бірдей жаратылған, бір қолы ұзын, бір қолы қысқа, ондай болған жоқ, бірдей жаратылған еді пайғамбарымызға. Бәдинун, ірі денелі болды пайғамбарымыз. Ірі денелі, бірақ семіз болған жоқ. Мутамасикун, семіз болған жоқ, бірақ ірі денелі болды. Сауа әл-батни уас-садри, кеудесі мен қарны бір сызықта болды, бірдей болды. Яғни алға қарны шығып кеткен емес еді. Семіз емес еді. Арид-ас-садри, кеудесі кең болған. Баидама бейнал манкибайни, иықтары да кең болған. Дахмал каради, сүйектері ірі болған. Анварал мутажарриди, денесінің
бір жері ашылса дейді пайғамбарымыздың, сол жерде нұр шашып тұратын еді дейді. Сол жерде нұр шығып шашып тұратын еді, бір жері ашылса пайғамбарымыздың. Ария thadiyayni wal batni mimma siwa dhalika. Yarhamukallah. Қараңыз. Ash'ara dhira'ayni wal mankibayni wa a'ali as-sadri. Жаңа айттық қой, пайғамбарымыз кеудесін жоғары жағынан кіндегіне дейін созылып жатқан сол бар еді, сол шаштары. Бірақ мына жағында қарны, сол айналада таза шаш жоқ. Бірақ мына жерлерінде бар екен пайғамбарымыз. Иығында, қолдарында, мына жақ иығында, сол жерлерінде ғана бар екен. Және кеудесінен кіндегіне дейін созылып жатқан. Тауилаз зиндайни, білектері ұзын болған. Рахбар рахати, алақаны үлкен болған, кең алақанды болған пайғамбарымыз. Шатнал каффайни вал қадамайни, жаңағы қолдары мен аяқтары ірі болған. Саилал атрафи, саусақтары, қолындағы саусақтар немесе аяғындағы пармақтары ірі болған, но қатты ұзын болмаған. Ұзын болған, но қатты ұзын болмаған дейді. Әдемі жаратылған дейді. Ірі, ұзындау болған, сондай болған дейді. Но қатты ұзын емес. Хумсан әл-ахсамайн әл-ахмасайни мәсқал қадамайни. Май табан болмаған пайғамбарымыз. Және ида зәлә қал'ан яхту такаффиян ва ямши хаунан. Жүрген кезде пайғамбарымыз жерден аяғын суырып алатын еді дейді. Ал қойған уақытта аяғын жерге жұмсап қоятын еді. Және тез жүретін еді. Жаңағыдай аяғын сүйретіп, галуш киген адам сияқты, тәпіш киген адамдар бетіп сүйретіп жүреді ғой, ондай қылып жүрмеген. Нық басатын болған аяғын. Суырып алып, жұмсақ басатын болған дейді. Және зари'ал мишяти, пайғамбарымыз қадамдар үлкен болған. Ида машака аннама янхатту мин саба ва ида илтафата жами'ан. Бұларды оқыдық, жүрген уақытта төбеден биік бір жерден түсіп келе жатқан адам сияқты жүретін болған, бұрылған уақытта толық денесімен бірге бұрылатын болған. Хафидат тарфи, қараңыз, адаммен сөйлеген уақытта пайғамбарымыз көзіне бақырайып бетіп, көзінің ішіне қарап бетіп, бақырайып өтіп тұрмаған. Көреді келген адамды, бірақ адам сөйлесе, пайғамбарымыз назарын, көзін, вниманиясын кішкене басқа жақтарға беретін еді дейді. Я жерге қарайды, я оң жақ, сол жағына қарайды дейді. Неге? Бұл да бір әдеп. Ана алдыңызда тұрған адам бір нәрсе айтқысы келеді, сен де бақырайып бетіп қарап тұрсаң дейді. Ол ұмытып қалады не дейін тұрған. Сен плюс имам болсаң, ұстаз болсаң, вообще дірілдеп кетеді ана. Шатастырып, екі әріптің басын қоса алмай. Сосын айтады, ұстаз дейді, тағы айтайыншы, қайталап дейді. Сен бақырайып қарап тұрсаң, не дейді? Ұмытып қалады. Сосын пайғамбарымыз оған возможность берген. Сөйле, қорықпа. Себебі айттық қой, пайғамбарды көрген адам бүйтіп ойланып қалады. Сіздің алдыңызда пайғамбар тұр, ең әдемі жаратылыс, ең әдемі жаратылыс. Кейбір сахабалар, қарап отырсаңыздар, бұл жерде белгілі сахабалар айтып жатыр. Біз көрдік, мынандай еді. Бірақ көп сахабалардан келмейді мынандай риwаяттар. Неге? Көп сахабалар пайғамбар тіке бүйтіп бақырайып қарауға ұялған. Бүйтіп бастарын төмен түсіріп отыратын болған. Пайғамбардан нұр шығады. Сұрақ қойын. Кітаптарда қарап отырсаңыздар, сахабалар, ғалым, оламалар толған айға ұқсатады пайғамбарымыздың жүзін. Неге айға ұқсатады? Неге күнге ұқсатпайды? Жауабын қазір біраздан кейін аламын. Бітті бір сабақ. Назаруху илал арди атвалу мин назарихи илас сама. Пайғамбарымыздың дейді, аспанға бүйтіп қарап жүргеннен көрі, жерге қарап жүргені көбірек еді дейді. Және ясуқу асхабаху, пайғамбарымыз көшеде сахабалармен бір жерге шықса, сахабаларын алға шығарып жүретін еді, алға қойып жүретін еді пайғамбарымыз. Сахабалардан кейін немесе ортасында жүретін еді. Бұл ненің белгісі? Мысалы, ойлап қараңызшы, сіз келе жатсыз, артыңызда мыңдаған, 10 мыңдаған адам еріп келе жатса, бізге 10 мың адам керек емес, мысалы, біздің артымызда 3-4 адам келе жатса, ой бұзылады ғой сразу. Маған еріп келе жатыр, қайталып кетейін бұлар, не істейін, не қылайын, бәрі ұстаз деп айтады, мен анау мынау. Сондай бір жаман ой келмесін. Екіншісі, адам тәкаппар болады. Артында бір жамағат келе жатыр, бір мешіттің жамағаты бар, 1000 адам бар, менде жотам, не айтасың деген сияқты. Сосын бұл жерде қарапайымдылық пайғамбарымыздың кіші бейілдігі. Сахабалар алға жібереді, өзі артта келе жатады. Неге? Ана сахабалар қайсысымен дос,
Қайсысы ренжіп қалған, қайсысы бар. Анау екеу күшті, қазір қарасақ, анау ана жақтың басында кетіп бара жатыр, саптың анау артында кетіп бара жатыр, екеу бір-бірін жақсы көрсе де, бірақ бір ренжіс бар. Қайсысында сондай бар? Олар достастырайын. Кім қайсысымен жақсы дос? Пайғамбар қарайды екен бе? Ал біз фихта оқығанбыз, ұстаз бен шәкірт сыртқа шығатын болса, көшеге бір жерге барса, ол да жазылып кеткен, қалай жүру керек? Шәкірт бір қадам ұстазынан кейін жүру керек, және оң жағында жүру керек. Бізде қазір керісінше ұстазды қуалап бара жатыр, тоқта тез кетіп бара жатсың. Ұстаз Яндекске мініп кеттім, сіз автобуспен келе беріңіз жайлап. وَيَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ Міне бітті. Осымен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кімді кездестірсе, сол кісіге бірінші болып сәлем беретін еді дейді. Енді жаңа сұрақтың жауабы. Неге сахабалар, ғалым ғұламаларымыздың айдың 14-15-іне, Бәдір түніне, неге толған айға пайғамбарымыздың жүзін ұқсатқан? Не үшін? Ау? Айтыңыз аға. Неге ай? Неге күн емес? Күн қарап отырсаңыз, ай нұрын қайдан алады? Күннен алады ғой. Ай күннен нұрын алмаса, ай болмайды. Ол алғасын ай болып тұр ғой, өзінше ол. Бір атаны кім? Күн. Неге үлкен нәрсеге ұқсатқан жоқ пайғамбарымыз жүзін? Неге именно айға? Мүмкін күн жаңа жарық, жаңа Алла тағала дұрыс аға, бір ойыңызды айтып отырсыз ғой. Ал айта қойын десіз, қараңызшы, күн жанып тұрса, 40 күн шілде, далаға шығып әбеттің уақытында күнге қарашы десем, қарай алмайсың дейді, көзіңді ауыртып. Бірақ айға қазір шықсаң, таңға дейін қарай бересің дейді. Пайғамбарымыз жүзі сондай болды. Біреу қараса бетіп кетпейді, керісінше қарап тұра береді бүйтіп. Осы мағынасы. Allah razı olsun. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bir saat söylеп biz söylей береміз. Allah razı olsun. Бірақ бір нені қойып алайық. 40 минуттан аспайық, немесе 35 минуттен. Қазір ұстазбен ақылдасамыз, аз-аздан кете берейік жайлап. Бізге саны емес сапасы қажет. 10 сағат сөйлеп дым қалмаса, мұнда пайдасы жоқ. Сол сырттағы кейбір ахи бауырларымыз күтіп қалар мүмкін. Мына мол деген, ұзақ сөйлейді екен деп, ертең ренжіп жүрмесін маған кейбір сәләфи бауырларымыз. Намазды қысқартып, уағызымыз бір сағат болса болады да. Жамағат ол күнде келе алмайды, аптасына 2 күнде. Келген кезде біраз нәрсе үйге жасқа келдім. Сосын намазды қысқартып, уағызды айта берсем. Болды, біз жамағатқа бағынамыз. Біз жамағатпен біргеміз. Жамағат 1 сағат десе, 1 сағат сізге бағынамыз. Allah qasiyat Qur'onda Estaizu billah bismillah ya ayyuhallazina amanu ati'ullah va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Allah'ın buyruğu Müslümanlara. Ey iman qilgan qullarım, Allah'a, пайғамбарларына, араларыңыздағы әмірлерге бағыныңдар. Егер әрине әмір шариғаттың шеңберінен шығып кетпей, соның ішінде жүріп әмірлік қылатын болса, бағынамыз. Сосын жамағатқа да бағынамыз. Ол туралы пайғамбарымыз алейкум бил жамаа, жамағатпен бірге болыңдар. Жамағаттың көпшілігімен бірге болыңдар. Себебі мен жамағат жаман нәрседе жиналмайды, бастан қоспайды. فَإِنَّمَا يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ Кімде-кім өзінше болып жамағаттан бөлініп жүретін болса, мен білем, мен битем, сөйтем, битем деп жүрсе, қалай бір отар қойдан бір қой бөлек шығып кетсе, қасқыр қайсына жабысады? Ана битіп жүргенге жабысады, өзінше болып, соны жеп қояды. Сол үшін бөлінгенді бөрі жейді деген сөз мына хадистен қалған. Бір жамағат бол, өздеріңені бір мешіттің жамағатсыздар ғой, Алла разы болсын. Бір ауыздан келісіп алыңыздар, 1 сағат, жыламайық, тыңдайық та конца, ұйықтамайық, көзіміз бақырайтып отырып дейді. Мен бұл жерде мәңгілік қалатын адам емеспін. Бәріміз сондаймыз, қалмаймыз. Уақытша. Мен келем, кетем, басқа бір ұстаз келеді, отырады, айтады, кітаптан. Әңгіме кітаптың ішінен болу керек. Жақсы ма? Біз енді бұл кітаптан көп шығып кетіп жатқан жоқпыз. Осы кітаппен кетіп бара жатырмыз енді. Алла қабыл қылсын, ниеттеріңізді қабыл қылсын. Taqabbal minna bi hurmati Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alamin. Ya Allah'ım, елімізді аман ет. Ya Allah'ım, осы мешітке қадам басып келе жатқан осы ағаларымыздың әрбір басқан қадамдарына Аллахым сауаптардан жаз. Іштерінен әрбірінің тілеп жатқан бір жақсы дұға, ниет тілектер бар. Аллахым баршасын қабыл қыл. Я Аллахым қабыл, я Аллахым қабыл қыл. Я Аллахым ауырып төсекте жатып
Я Аллахым шифа сұрап жатқан мұсылмандарға шифаларын бер, қарызға батып жүргендерге қарыздарынан аман есен жақын бір уақытта халал жолмен құтылуын Аллахым нәсіп ет. Я Аллахым бойдақтарға жүректеріне сай бір жас қыздардан, жақсы адамдардан нәсіп ет. Я Аллахым ұрпақ сүйе алмай жүргендерге ұрпақ сүюді нәсіп ет. Я Аллахым Құрандағы Rabbi habli minas salihin ayatının құрметіне нәсіп ет оларға жақсы ұрпақтарды. Я Аллахым осы қылып жатқан дұғаларымызды, сұрап жатқан ниет-тілек баршасын, я Аллахым осы оқылған міне хадистер, Рабиул Ауал айы, пайғамбардың дүниеге келген айы, қасиетті ай. Я Аллах, міне кітап, осы жерде жазылған қасиетті хадистер, пайғамбардың сөздерін оқып жатырмыз. Осылардың құрметіне сұраған дұғаларымызды қабыл ет Аллахым. Осы қылынған дұғаны пайғамбарымыздың қабірінің қасында, мешітінде, Мәсжидул Набиде, я Аллахым Хаджарул Асвад қара тастың қасында, я Аллахым Мәсжидул Ақса, я Аллахым Ақса мешітінің қасында қылынып, және қабыл болған дұғалардың қатарынан ет бұл дұғаны, я Аллахым. Елімізді аман ет, айдан айға, жылдан жылға аман есен жете беруімізге баршамызға нәсіп ет. Уасаллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ва саламун аля ал-мурсалин. Валхамдулиллахи раббил аламин. Аллах. Намаз оқиық.